Hello everyone, how are you doing? Today we are going to talk about past continuous. Бүгін біз past continuous деген грамматиканы өткелі жатырмыз. Бұл не үшін керек және қалай пайдаланамыз. Да, past continuous дегеніміз, біз алдыңғы сабақта past simple'ды өткен болатынбыз. Past simple бұл past деген ол өткен шақ деген сөз. Енді continuous ол созылыңқы жалғасы болып жатырған іс-әрекет. Ал past continuous бұл өткен шақта созылып жатырған іс-әрекет. Бұл не? Егер де қараңыздар, егер де сіз өткен шақта белгілі бір моментте болып жатырған іс-әрекет туралы айтқыңыз келетін болса, онда осы past continuous'тың структурасын, яғни сөйлем құрылымын қолданатын боласыз. Мысалға айтсақ, кеше мен сағат 9-да телевизор көріп жатырған кезде сен маған звондадың деген сияқты. Мына жерде мен телевизор қарап жатырған кезде, қараңыздар, мен телевизор қарап жатырған кезде сағат кешкі 9-да кеше, да? Яғни мен конкретно бір уақытта айтып тұрмын, сол уақытта мен не істеп жатырдым, соны айтып жатырмын. Яғни кеше сағат 9-да мен телевизор көріп жатырдым. И сен сол кезде звондадың. Сен звондадың, бұл past simple. You called me, звондадың, да? I was watching TV. Мен телевизор қарап жатырдым. Қазір мен сіздерге структурасын толық ашып айтып беремін. Қазір мен сіздерге неше түрлі мысал келтірейін. Так, келесі тағы айтайын. Кеше мама келген кезде, мама келді, мен душқа түсіп жатырдым. Қараңыздар, кеше өткен шақ, мама келді, и ол моментте, яғни мама келген уақытта, мен душқа түсіп жатырдым. Немесе тағы қандай бар. Мен фотоға түсірген кезде, фотоға түсірген кезде біз бәріміз күліп тұрдық. Сол моментте бәрімізде созылыңқы болып жатырған іс-әрекет, бұл күліп тұрғанымыз, яғни күліп тұрдық. Келесі тағы не келтірейін. Ол маған айтқан кезде, ол маған айтты, сәлем депті. Ол кезде мен машина айдап жатырған жоқ едім. Бұл уже болымсыз сөйлем. Мен машина айдап жатырмадым. Яғни, present continuous егер де естеріңізде болса, мен айтқан болатынмын, қазақ тіліндегі ең ключевой кілтті сөздер бұл жатыр, отыр, істеп жатыр, істеп отыр, бара жатыр деген сияқты. Яғни, менің іс-әрекет созылып жатырғанын көрсететін едік. Past continuous дәл солай, яғни бара жатырды, айтып отырды, келіп тұрды деген сияқты. Яғни жатыр, отыр деген, жатырды, отырды деген өткен шақтағы нені кілтті сөздерді қолданамыз. Енді мен сіздерге қалай сөйлем құрастырамын, соны мен сіздерге көрсетіп кетейін, қандай нелер керек бізге. Қалай сөйлем құрастырамыз, да? Неге мән беруіміз керекпіз? Мен сіздерге әрдайым айтамын, мұнда да айтам, қайталай беремін. Әрдайым ағылшын тілінде сөйлем құрастырған кезде арнайы формула болады, сол формулаға сәйкес қана сөйлем құрастырамыз. Яғни қазақ тілінде қалай тұр, солай емес. Мысалы, мен айтамын, мен мектепке бара жатырдым, ол телевизор қарап жатырды. Яғни қазақ тіліне тікелей аудармаймыз, ағылшын тілінің өзінің структурасы бар, өзінің формуласы бар, әрбір сөздің өзінің тәртібі бар, орны бар. Сол тәртіпке сай құрастыратын боламыз. Яғни бүгінгі біздің өтінде тұрамыз past continuous, яғни созылыңқы өткен шақта созылып жатырған іс-әрекет. Енді болымды хабарлы сөйлемде, болымды сөйлемде біз сөйлемді қалай құрастырамыз? Бізге бірінші керек subject. Subject бұл бізде кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Яғни мен, менің әкем, сен, ол, олар, біз, балалар, оқушылар, студенттер, әйелдер, еркектер деген сияқты иттер, жануарлар, үй тағы басқа. Яғни кім, не деген сұраққа жауап беретін сөзіміз. Содан кейін бізде келеді was және де were. Was, қайталаңыздар мен бірге, was, were. Енді was бен were-ні біз білеміз, екеуінің айырмашылығы неде екенін. Was бізде бір адам немесе бір зат болған кезде қолданамыз, ал неміз were егер де ол көп немесе бірнеше болған кезде қолданамыз. Келесі, бұдан кейін was, were-ден кейін етістік ing жалғауымен жүреді. Verb дегеніміз бұл етістік. Яғни етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Енді мысал келтірейін. Мысалы, мен телевизор қарап жатырдым деген сөйлемді айтайын. Мен ағылшынша I, I-дан кейін біз қолданамыз was,
содан кейін қарап жатыр. Қарау ағылшын тілінде болады watch. Watchқа мен ing жалғауын жалғаймын. Watching. Яғни мен қарап жатырдым теледидарда. Ағылшынша болады I was watching. Okay? I was watching. Яғни мына жерде ing жалғауын жалғадым. Көріп тұрсыздар ғой міне. Мына жердегі. Ешқашанда ұмытпаңыздар, бұл біздің қазақ тіліндегі сияқты қарап жатырдың қызметін атқарады. Ing деген сөз. Яғни қарап жатырдым. I was watching. Так, телевизор бізде ағылшынша теледидар болады TV. Мысалы, yesterday at 9 o'clock. Yesterday. Яғни кеше сағат 9-да мен теледидар қарап жатырдым деген сөйлем болады бізде мынау. Так, мен былайынан біріктірейін, что сіздің көз алдарыңызға сөйлем толық көрініп тұратындай. Яғни кеше мен телевизор қарап жатырдым сағат 9-да болады I was watching TV at 9 o'clock yesterday. Так, келесі кеттік. Олар жаңбыр жауған кезде, жаңбыр басталған кезде олар олар футбол ойнап жатырды. Мен тек қана past continuous'тың несін ғана көрсетемін, сосын күрделендіремін сөйлемді жарайма. Олар футбол ойнап жатырды. Бізде олар ағылшынша болады they. They бізде, яғни олар көп адам, бірнеше немесе көп адам да. Сондықтан they'ден кейін бізде were. Ойнау ағылшынша болады play. Енді қараңдар, ойнап жатырды, да, жатырды дегенді бізде ing жұрнағы атқарады. Playing. They were playing, аударылады, олар ойнап жатырды болады. They were playing football, ағылшынша болады football. Енді қараңыздар. Мен осы жаңа сіздерге айттым, жаңбыр басталған кезде олар футбол ойнап жатырды. Яғни мен сіздерге күрделі сөйлем. Көбінесе past continuous ол қарапайым бір сөйлемде келіскен кезде көбінесе мына жерде қараңыздар, нақты бір уақыт көрсетіледі. Міндетті түрде нақты уақыт, өткен шақтағы уақыт көрсетіледі. Ал егерде нақты уақыт көрсетілмесе, оның орнына күрделі сөйлемнің ішінде кездеседі. Мысалы қараңыздар, мен осы айттым, олар футбол ойнап жатырды. Қашан? Жаңбыр басталған кезде. Енді кеттік. Осыны айтайық. Ағылшын тілінде қалай болады? Мысалы, мына қараңыздар. Олар футбол, мен сіздерге сөйлемді параллельно көрсетем. Ойнап жатырған, так, былай болады. Жаңбыр басталған кезде олар футбол ойнап жатырды. Енді осыны ағылшын тіліне аударамын. Енді қараңыздар, жаңбыр басталған кезде деген бірінші сөйлемді аударамын. Ағылшын тілінде кезде деген сөз қазақ тілінде мына жерде сөйлем соңында тұр ғой. Ағылшын тілінде әрдайым ол сөйлемнің басында немесе жай сөйлемнің басында кездеседі. Кезде ағылшын тілінде болады when. When бізде қашан деп аударылады, бірақ қарапайым сөйлемнің ішінде кезде деп аударылады. When жаңбыр басталған кезде. Енді бізде қазақ тілінде мынаны біз айтуымыз мүмкін былай the rain started деп айтуымыз мүмкін сөздер. When the rain started немесе мен мына жерде былай аударар едім. When it started raining, негізі көбінесе осылай аударылады. Бірақ мына the rain started екеуінде айтуға болады. Екі неде сөйлемде мүмкін, айтылуы мүмкін. Олар футбол ойнап жатырды, міне, біздің сөйлеміміз уже. И олар футбол ойнап жатырды, міне біздің сөйлеміміз. They were playing football. Both оп-оңай. They were playing football. When the rain started, they were playing football. Немесе, when it started raining, жаңбыр жауын бастаған кезде, олар футбол ойнап жатырды. Енді мына жерде мындай сұрақ туындауы мүмкін. Неге it started raining деп айттық? Себебі ауа райын айтқан кезде белгілі бір құбылысты, который кім деген сұраққа жауап беретін сөзі жоқ та, жаңбыр жауын бастады. Яғни, мына жерде ауа райын айтқанда сағатты айтқан кезде бізде сөйлем көбісі иттен басталады ағылшын тілінен. Бастау ағылшынша старттан кейін жаңбыр жауы деген rain деген екі етті қатарынан келіп тұр. Бастау және жаңбыр жауы екі етті қатарынан келіп тұр. Сол кезде мына бастау деген сөзден кейін келген тағы бір етті әрдайым ing жалғауымен келеді. Мысалы, біз жүзуді бастадық. We started swimming.
Да, we started swimming. Swimming жүзу. Ол жүгіруін бастады. He started running. Біз сабақ оқуды бастадық. We started, for example, studying or learning, тағы басқа. Яғни start сөзінен кейін келетін болса, ол ing жалғауымен кетеді. Кеттік, келесі тағы бір мысалдар келтірейін. Сен маған звондаған кезде мен душқа түсіп жатырдым. Қараңыздар. Сен маған звондаған кезде, яғни хабарласқан кезде мен душқа түсіп жатырдым. Енді кеттік. Әрдайым кезде деген сөзді бірінші аударамыз. Кезде бізде ағылшынша болады when. Сен маған звондаған кезде. Бұл менге звондап жатырған жоқ, просто звондадым. You. Звондау ағылшынша болады call it. Бұл өткен шақта өтіп кетті да. You call it маған, мені және маған ағылшынша болады me. Мен душқа түсіп жатырдым. Мен, I. Бізде айдан кейін болады was, да, міне не бойынша, структура бойынша, subject, содан was, were. Ал бізде айдан кейін болады was. Душқа түсу ағылшынша болады, душ қабылдау, душқа түсу ағылшынша болады have a shower. Have a shower. Енді қараңыздар, have-ға біз ing жалғауын жылған кезде, мына қараңыздар, having болып кетті да. Негізінде having, яғни егерде етістігіміз и әрпінен аяқталатын болса, оған ing жалғауын жылған кезде и әрпі түсіп кетеді. Потому что себебі having деген сөз, ондай айтылу да қызық естіледі, having. Сондықтан бізде ing жалғауын аламыздан, қосамызда и әрпін түсіп тастаймыз. Яғни having, міне бұндай болып кетеді. Көрдіңіз, компьютерде дұрыс тұр. Having a shower. Мен душқа түсіп жатырдым деп аударылады. Так, келесі. Бұл бізде болымды сөйлем. Тағы бір нәрсе, осы кезде бір сөз бар, while деген. While бізде аударылады әзірге, немесе сол уақытта деген сияқты мағынаны білдіреді. While, пока деген мағынаны білдіреді. Бірақ та бұл сөйлемнің ішінде қазақ тілінде былай кетеді. Қазір мен сізге айтайын. Мен мысалы жүзіп жүрген кезде, немесе жоқ, қазір мен тамақ пісіріп жатырған кезде, ол сол, яғни мен тамақ пісіріп жатырған уақытта, менің інім үй жұмысын істеп жатырды. Қараңыздар, мен тамақ пісіріп жатырған уақытта, яғни сол моментте, сол уақытта, менің інім үй жұмысын істеп жатырды. Енді мына жерде қараңыздар, екі созылып жатырған іс әрекет параллельно болып жатыр, бір уақытта, бір мезетте болып жатыр. Үй жұмысын істеп жатырды. Қараңыздар, енді мен қалай істеймін? Уақытта деген сөз, while, when, while деген сөз әрдайым сөйлемнің басында болады. Мен айтам while, мен, ағылшынша I, тамақ пісіріп жатырған айдан кейін бірінші was-ды қойып аламыз. Тамақ пісіріп жатырған уақытта I was cooking. For example, кешкі ас дейік, cooking dinner. Немесе егер тамақ деп айтқан кезде, онда cooking meal болады. Мысалға, when I was cooking meal, мен кешкі ас пісіріп жатырған уақытта, немесе тамақ пісіріп жатырған уақытта, менің інім, my little brother, немесе просто brother деп айта беруге болады. My little brother, менде біреу інім, мына жерде айтып тұрған соң, was болады. Үй жұмысын істеу болады do homework. Do-ға мен ing жалғауын жалғаймын. Doing homework. Болып кетті. Енді қараңыздар, менің інім бізде my little brother, үй жұмысы бізде сөйлемнің соңында кетеді. Істеп жатырды was doing. Көрдіңіздер ғой да? Яғни сөйлемнің әрдайым тәртібін қараңыздар, мен сізге қалай айтып while бірінші тұрады. I, сосын was cooking dinner. Енді қараңыздар, енді негативқа кетейік. Болымсыз сөйлемге. Болымсыз сөйлем өте оңай істеу. Просто біз subject қосамыз. Was бізде болымсыз түрін айтамыз. Бұл wasn't, немесе weren't. Болмады, істемеді деген сияқты мағынаны білдіреді.
Содан кейін етістігімізге бағанаға айтқан ing жалғауы жалғанады. Мына жердегі wasn't, бұл was қосу not екеуінің қысқартылған формасы. Were қосылған not, яғни қысқартылған формасы. Мысалы, сен маған звондап жатырған кезде мен телевизор қарамай жатырмадым. Сен звондаған кезде мен телевизор қарап жатырмадым. Немесе мама келген кезде мен ұйықтап жатпадым, да? Мама келген кезде when менің мамам, my mom келген кезде болады came. Келу come, өткен шақ формасы came. Мен ұйықтап жатырмадым. I wasn't, ұйықтау ағылшынша болады sleep, sleepқа ing жалғауын жалғаймыз. Яғни I wasn't sleeping. Болды. Бітті. Кеттік тағы да бір неге were-ға келтірейін. Мен сыныпқа кірген кезде оқушылар істеп жатырмады, мысалға диктант жазып жатырмады деп айтайық, да? Диктант жазып жатпады. Так, мен кірген кезде, сыныпқа кірген кезде, when I кіру болады enter. Entered бұл дұрыс етістік. Entered into classroom. Into classroom. Сынып дегенде көбінесе класс деп аударылады. Класс негізі ағылшын тілінде сабақ деп аударылады. Ал сынып, яғни классная комната, да, классная. Бұл classroom болады. When I entered into classroom, оқушылар ағылшынша болады. Pupils не істеп жатырмады, диктант жазып жатырмады. Pupils бізде көпше түрде оқушылар, сондықтан weren't, жазу ағылшынша болады write. Енді қараңыздар, write и әрпінен аяқталып тұр. Ешқашанда былайынан жазбаңыздар. И әрпі түсіп қалады. Writing, dictation. Writing, dictation, the dictation деп айтуға. Dictation бұл деген, егерде мен танымайтын диктант не туралы екенін білмесем, маған таныс емес диктант болса, writing dictation деп айтамын. Ал егерде маған таныс белгілі бір мен бүгінгі контрольный, яғни бақылау диктанты болатын болса, онда the dictation деп айтсаңыз да болады. Яғни ол сізге байланысты қалай айтуыңыз. Так, келесі, яғни болымсыз сөйлемді құру түсінікті деп ойлаймын. Next question. How do we make question? Қалай біз сұраулы сөйлемді істейміз? Сұраулы сөйлемді істеу оп оңай, жай ғана was және де were-ні алдына шығарып жібереміз. Содан кейін бізде болады subject. Subject бұл біздегі кім не дегенге сұраққа жауап беретін сөзіміз. Содан кейін еттік ing жалғауымен кетеді. Содан кейін сұрақ. Мысалы, мен саған звондап жатырған кезде сен не істеп жатырдың ба, мысалы? Қазір қараңыздар. Were you сұрақ да бізде қойымыз керек. Сен ұйықтап жатырдың ба, мысалы? Were you sleeping when I called you? Мен саған звондап жатырған кезде, сен ұйықтап жатырдың ба? Немесе ол не істеп жатырған адам? Ол билеп жатырды ма? Ол билеп жатырды ма? Was she dancing? Қараңыздар, dance бізде и әрпінен аяқталады, сондықтан и әрпін алып тастаймыз. Was she dancing yesterday, for example? Ол кеше билеп жатырды ма? Немесе last night өткен түнде ол билеп жатырды ма? Болды. Келесі, мына жерде бір нәрсені айтып кетейін. Сен не істеп жатырдың деген сұрақ қалай болады? Әрдайым сұрақ қойған кезде не деген сұрақ бізде? What were you? You-дің алдында бізде were what? What were you doing? For example, at 6 o'clock today morning. Немесе this morning деп айтайық. Бүгін таңертең сен не істеп жатырдың? Таңғы 6-да. What were you doing at 6 o'clock this morning? Так, үйдің жұмысы осыны дәптерлерімізге мен қалай түрлі түсті қылып жаздым, қай жерін мен ерекшелеп көрсеттім, да, бояп шықтым, солардың бәрін қазақ тілінден және ағылшын тілінде аударғанның бәрін как положено дұрыстап жазып аламыз. Так, келесі. Енді кітап бойынша тапсырманы кішкене практика істеп жүрейік. Үйде мына нені тексті оқимыз.
ол текстте өте керемет, нелер past continuous өте керемет қолданған. Және де сіздермен бірнеше жаттығуды мен сіздерге көрсетіп жіберейін, қалай істеу керек екенін. Енді қараңыздар, міне біз нені сөйлемді past continuouспен толтыруымыз керекпіз. Қараңыздар, мына жерде айтады, I was eating dinner, so I didn't answer the phone. Мен кешкі асымды жеп жатырдым, so аударылады сол себепті I didn't answer the phone. Мен телефонға жауап бермедім деп аударылады. Енді кеттік. I took this photo. Мен осы фотоға түсірдім. When кезде деп аударылады. Осы сөйлемнің соңында аударылады. My wife. Қараңыздар, my wife менің әйелім деп аударылады. Біреу әйел. Сондықтан was workқа ing жалғаймыз. My wife was working in the garden. Менің әйелім бақшада жұмыс жасап жатырған кезде мен оны фотоға түсіріп алдым деп аударылады мына жерде. Келесі тағы бір сөйлемді кетейік. He met his wife. Ол өз әйелін кездестірді. Қашан кездестірді? Ол сол моментте, сол уақытта, сол мезетте ол өз әйелін кездестірген кезде ол Жапонияда тұрып жатырған болатын. He бізде бір адам, сондықтан was болады. He was live. Live бізде и әрпінен аяқталып тұр, көріп тұрсыздар ғой да? И әрпін түсіріп да in жалғаймыз. He was living in Japan. He met his wife when he was living in Japan. Яғни осы типтес сөйлемдерді мына A мен B-ді үйде істейміз. Так, кеттік. Мына B-ді көрсетіп жіберейін, қалай істеу керек екен. Мұнда біз қайсы past simple, қайсы past continuous ажыратуымыз керекпіз. Бірінші ажыратпас бұрын давайте сөйлемді аударып алайық. Мына жерге break деген сөзді қолдануымыз керекпіз. Break аударылады сындыру. My arm, менің қолымды. Мен қолымды сындырдым. When I play football. Мен футбол ойнаған кезде. Енді қараңыздар. Қай сөзіміз бізде резкі болады? Яғни past continuous бұл резкі болады. Әрекет бітті, болды, бітті. Past continuous бұл созылып жатырған әрекет. Футбол ойнап жатырған бұл созылып жатыр ма, әлде қолымды сындыру созылып жатыр ма? Соны миыңызға сұрақ қоюыңыз керек. Енді қараңыздар, мына жерде логикалық түрде ойлансақ, мен қолымды сындырып аламын, резкі сындырып аламын, да? Мен қолымды сындыру процесі созылып жатпайды никак. Сондықтан мен қолымды сындырып алдым, бұл бізде past simple болады. Футбол ойнап жатырған кезде мен қолымды сындырып алдым. Қараңыздар, мен футбол ойнап жатырған кезде бұл созылып жатырған әрекет. Сол себепті мына жерде былай болады. Break-тің бізде өткен шақ формасы болады broke. I broke my arm. Мен қолымды сындырып алдым. When I was playing football. Мен футбол ойнап жатырған кезде деп айтамыз. Келесі to. Мына жерде көріп тұрсыздар, сөйлемнің соңында question тұр, сұраулы сөйлем тұр. Fast, you drive fast. Сен тез жылдам айдадың. When the police stop you. Сені полиция тоқтатқан кезде, мен тек просто базалық түрде айтып жатырмын. Енді қайсы past simple, қайсы past continuous екенін ажыратуымыз керекпіз. Мысалы, полиция сені тоқтатты. Бір мезетте болады. Тоқта, болды, да? Ол сені тоқтап жатырып, былайды созылып, ұзақ болмайды. Тоқтатады, да? Сен не істейсің, машинаны айдап жатарсың, да? Яғни ол айдау процесі, ол созылып жатады. Сондықтан мына жерде болады. Полиция сені тоқтатқан кезде сен машинаны тез жылдам айдап жатырдың ба? Сондықтан мына жерде бірінші сөйлем бізде past continuous-та болады, а полиция тоқтату ол past simple-да болады. Енді кеттік. You-дің алдына бізде were қоямыз. Were you drive-қа ing жалғаймыз, и әрпі түсіп қалады. Driving. Were you driving fast when the police stopped you? Яғни екіншісі past simple-да кетеді. Үштен баса жетінші сөйлемге дейін өздерің істейсіңдер. Бұл сіздің үйдің жұмысы. Үйдің жұмысы, яғни page 129, to be-дің A мен B-ін істейміз. Және де 14-ші беттегі a moment in history. Осыны оқып, үйде аударамыз, оқимыз. Егер де аудара алмай жатсаңыздар, мағынасын түсінбесеңіздер, маған WhatsApp-қа жазасыңдар. Және де осыны түсініп айтып береміз. Then you should answer to these questions. Содан кейін мына сұрақтарға жауап беру керек сізде. Оның бәрін маған WhatsApp-қа жібереміз. Окей?
Today, for today, that's all. Бүгіндікке осы. Thank you very much. Goodbye.